Көршілер жалпы қызық адамдар ғой. Туыстай болып арасына қыл өтпейтін көршілер болады. Арасына тигенге табақ жүгіріп тұратын көршілер болады. Қыз алысып қыз беріскен көршілер болады. Араздасып дүрдараз болып жүретін көршілер болады. Жүз шайысып бірін-бірін көрместей болып түтігіп жүретін көршілер болады. Мейрам тойда төрге шапшып шығып сөз бермейтін көршілер болады. Кісі қара жиналғанда көмектесіп қалбалақтап жүгіріп жүретін көршілер болады. Қайта-қайта қарыз ақша сұрап, мазаны ала беретін көршілер болады. Есіктен сығалап әр нәрсені бір сұрамақшақтанып жүретін көршілер болады. Бір мәшине шөп артық әкелсе, көре алмастай қызғаныштан күйіп жүретін көршілер болады. Арақ шарапты бөлісіп ішпесе, ас батпайтын көршілер болады. Ауласындағы анау-мынау жұмыстарға қолғабыс тигізбесе, өмірін бос өткізетіндей көрінетін көршілер болады. Айналасындағы үйлердің ірілі ұсақты малдарын ені түсіне дейін танып, бас ауған жаққа қайқайып кетіп бара жатқан жағынан кері бұрып ауласына дейін жеткізіп салатын көршілер болады. Қазанына бір шөкім ет түсіп кетсе, маңайындағыларды шақырғысы келіп тұратын көршілер болады. Ат тон ала қашып, сәлем беруге ерініп, қайқан қағып өте шығатын көршілер болады. Құрғақ сөзді сапырып, шибасын сындырмайтын көршілер болады. Әр нәрсені сылтауратып, өсек сөзді сапыру үшін кіріп шығатын көршілер болады. Бір көрген жаттап алып, қайта-қайта қақсай беретін көршілер болады. Жақсысын сәл жасыңқырап, жаман сәл асырыңқырап, ел жұртқа жария салып жүретін көршілер болады. Сәресін өз үйінде емес, көршінің үйінде ішетін көршілер болады. Көршінің үстіне жаңа бұйым көрсе, көрімдік бергісі келіп тұратын көршілер болады. Енесін жамандағысы келіп тұратын көршілер болады. Келінін мақтағысы келіп тұратын көршілер болады. Көршінің жетіп қалған балаларына қарап, шіркін-ай деп тамсанатын көршілер болады. Көршінің жетіп қалған балаларына қарап, қызғаныштан долданып жүретін көршілер болады. Шуылдаған балаларды үйіне шақырып, сүзбе құрт, кәмпит үйлестіретін көршілер болады. Ауласына кіріп кеткен балаларды сықпыртып қуып шығатын көршілер болады. Атаңа айта бар, деп ұрты томпиған балаға құрдастық қиқар сөздерді жаттатқызып жіберетін көршілер болады. Сенің қызың менің ұлыма лайық емес деп қырсығатын көршілер болады. Сенің ұлың менің қызымның бұрымына да татымайды деп жауап қайталатын көршілер де болады. Ауласына кіріп кеткен ұсақ малды табан астында сойып жеп алатын көршілер болады. Қақпасына сүйкеніп тұрған ірі малды қасқарая жоқ қылатын көршілер болады. Біреудің ауласына жайылып тұрған киім-кешекті көз ала бере көтеріп кететін көршілер болады. Алысқа кетсе, үйдің кілтін тапсырып кететін көршілер болады. Төркіндеп бара жатса, байының аш қалмауын өтініп, қадағалап тапсырып кететін көршілер болады. Іс сапарлап бара жатса, бала-шағасының аман саулығына қарап тұруды сұрап кететін көршілер болады. Ауруханаға жатып қалса, малыңды сен жайғай сал деп сенетін көршілер болады. Қолым тимейді, жемістерді іс қыларсың деп бақшасына кіргізіп жіберетін көршілер болады. Соғым сойса, ішек қарынға ие болғысы келіп тұратын көршілер болады. Балама қарай салыңыз деп жұмысына алаңсыз кете беретін көршілер болады. Біздің үйде сіздің ат, біздің ұнды жеп қойды деп шағым айта келетін көршілер болады. Өнім көп шықты, сен алмасаң обал болады деп ауласына үйіп төгіп тастап кететін көршілер болады. Көрші жұбайының картөпке жерік болғанын естіп, тұқым-тұққа қойған картөпін бір түйірін өзіне қалдырмастан түбімен қопарып апарып тастайтын көршілер болады. Алғысы келіп тұратын көршілер болады. Бергісі келіп тұратын көршілер болады. Біреудің алғанын, біреудің бергенін түгендеп жүретін көршілер болады. Алған нәрсесін қайтарғысы келмейтін көршілер болады. Берген нәрсесін ұмытып кететін көршілер болады. Алған демекші, алғысы келіп тұратын біздің бір-екі көршіміз болған. Алғанды сұрап алса жарайды-ау. Үлкендер жұмыста, балалар сабақта жүргенде, аулаға емін еркін кіріп, қалағанын алып кете бергенді ұнататын сондай. 30 жылдан астам көрші болғанда оларға қой деген біз болмадық.
Осы алғанында жетер деген олар болмады. Амандық саулық түзу болсын деп бет жүз шайыспадық. Біз деп отырғаным әке шешем. Тек бақшаны таптап, отап кететіндері жанға бататын. Әлде бір әңгіме қозғала қалғанда, балаларға айтшы, помидордың сабағын үзбей, қиярдың жапырақтарын жапырмай, алманың бұтақтарын сындырмай, малинаның жемістерін мыжғыламай, қарақатты жаныштамай алсын. Бәрі оталып қалса, келесі жылы не жейміз дегені бар мамамның сол көрші апайға. Содан бері помидордың сабағы үзілмеді, қиярдың жапырағы жапырылмады, алманың бұталары сынбады, малинаның жемістері мыжылмағанды, қарақат жанышталмады. Ал картоп күзге таман жүйелі түрде қопарыла берді. Ұсақтау шыққан жылы 3-4 түп қопарылып қалады. Ірі шыққан жылы бір түпте жететін болу керек. Мал жайғап болғаннан кейін жағатындарың деп әкемнің үйіп қоятын тезек қиларына да оқтын-оқтын шабуыл жасалып тұрады. Әкем әдетінше, өй әкең дейді де қояды. Мамам сабыр сақтап, алатын болсаңдар шетін кертпей, сындырмай ұнтақтап, көнге айналдырмай қалыңдар дейді. Шеттері кертімейтін, сынып көнге айналмайтындай болды. Әкем құрылыста болғасын, аулада төбе-төбе болып ағаш жиналып қалады күз кезінде. Жазғы тұрым сол төбе-төбе үйілген ағаштар сидейіп жетімсіреп қалады. Келесі жылы тағы сол. Одан арғы жылы да, одан арғысының арғы жылы да. Иттерінің бірі қартайып, бірін атып, енді бірі ұрланып жатты. Олардан қалған үйшікке жаңадан әкелінген күшіктер иелі кетті. Ауладағы бар дүние тасылып жатты. Үй иелері келгенде иттер құйрықтарын бұлғаңдатып қарсы алады. Шәуілдеп жүріп үйілген отынның, ағаштардың шөп қоран маңайына етіп барады. Кінәміз жоқ дегендей біртүрлі жүзбен қарап, көрші үйдің терезесін көрсетіп үріп қояды. Үлкендердің үлкен дүниелерін әкетіп жатса, біздердің балалардың ойыншықтары да тасылып жатты. Жұмысында берілетін сыйақыны алған сайын мамам дүкеннен құшақ-құшақ етіп ойыншықтар әкеледі. Ай соңында соның бәрі көршінің ауласында жатады. Моншақтарым да, кітаптарым да, қуыршақтарым да, басқалары да. Ақыл кіре бастады-ау деймін, әлде жалықты ма? Әкем жұмысқа кетерде қораға құлып салатынды шығарды. Енді тауық жұмыртқа, қыстан қалған етік пималар, айыр күректер, тырнауыштар мен орақ балғалар аман қалатын болды. Ағаштар солып кеткендермен кетіп жатты. Шөпті біздің мал көршінің малымен бөлісті. Қи тезек жиналатын қораға да ілге келінді. Оған пысқырған көрші болмады. Тышқаннан бетер бір шеті кертіліп жатты. Сөйтіп алған бағытынан бір мысқал дауыт қымай, тасымал қызметі жалғасып жатты. Үйелмелі-сүйелмелі 10 шақты баланың алды жетіліп, бірі оқуға кетіп, бірі тұрмыс құрып, бірі қызметке тұра бастағанда, қитезек тасу тыйылып, картоп қазылуын қойып, бақшаға шабуыл бәсеңдеді. Тағы бір бас ауру, көмір мәселесі болды. Қыс қатты болғасын, 6-7 тонна көмір түсірілтеді әр жылы. Бала күнімізде сол көмір аулада қарда көмір жата беретін. Күн санап кеміп бара жатқанын көріп, әкеміз көмірді ауланың бұрышына қарай ығыстырды. Көмір алған бетінен қайтпай, кемігенін жалғастыра берді. Қақаған қыста құрылыс салып жүретін әкемнің денсаулығы сыр берді. Әкелген 6-7 тонна көмірді екі үйге бөлісу қиын екен. Оған тағы 1-2 тонна қосылды. Бір кеште аулаға ескі автобустың қаңқасы келді. Есік терезесінен айырылған, доңғалақтар айдалаға қаңқып кеткен. Түр-түсінің қандай болғаны белгісіз. Жауын астында әбден дірдектеп, таттың дәмін тата бастаған кезіндегі автобустың қаңқасы. Ауланың бір қуысында орналасты. Бұрынғы терезе болған қуыстарға тақтай жапсырылды. Қар астында жатып әбден жаман үйреніп қалған көмір сол қаңқаға кіргісі келмей әрең көнді. Аула тазарып қалды. Одан сайын тазарта түсетін дегендей күнде қар жауады. Қар лақтырылысып, қармен атысып, қар шағарап, біздер балалар мәстереміз. Бірде таңертең ұйқымыз ашылмай аулаға шықсақ, көмір қора жақтан ұзынан ұзақ жіп жіңішке болып созылған қар үстіндегі қап-қара ізді көрдік.
Із ешқайда бұрылмастан тұп-тура көршінің ауласына кіріп жоқ болады. Қар жауған тоқтатпады. Бір рет пайда болған ізде өз дегеннен қайтпай күнде бізді есік алдында қарсы алатын болды. Түн аязды болғандықтан қара төбетіміз шөпке кіріп алып, жылынып қағып кететін болса керек. Әкемнің амалы таусылды. Қара төбет соны сезді білем. Жылы орын көмір қораға ауыстырды. Басталғанына біраз жылдар болып қалған қызық сол кезде жалғасты. Таңертең әкем далаға шықса, жаңа жауған қардың үстіндегі адамның ізін көреді. Оның қасында еріп бара жатқан төбеттің іздері. Жіп-жіңішке болып сыздақтатып кетіп бара жатқан көмірдің ізі байқалмайды. Бұл қалай деп ойланып болғанша екі үйдің тойыс, екі ауланың арасын бөліп тұрған шағын торшының артынан ноғаймай, шала қазақ па, әйтеуір тілін шайнап па, бұрып па сөйлейтін көрші Кәрим апайдың ащы үні шығарды. Шөңғали, әй Шөңғали, әлде қайда? Айтам қайда? Шелектер қайда? Әпер қайда? Көрші апайдың не айтқанын ұқпай әкем аң-таң. Көрші апай қолдарын ербеңдетіп көмір қора жақты көрсетіп тұр. Дүние төңкеріліп жатыр десе де, аяқтарын асықпай басатын әкеміз аяңды көмір қора жаққа барса, түнде жауған қардың бетінен шалқалай құлаған адам денесінің бастырылып қалған ізін көреді. Және оны маңайлап жүрген төбеттің іздері. Мені көріңдер дегенде екі шелек тұр. Мізбақпай көмір қораның тап алдында. Біріне жартылай көмір салыныпты, екіншісі бос. Мәселенің май-жайы түсінікті бола бастады. Шөп арасындағы жылы орнын көмірдің үстіне ауыстырған төбетіміздің ұйқысын бөлген түнгі қонақ онша ұнамаса керек. Мынау қайсың ей деп жөн сұраспақ болып, арс ете түскенде көрші Кәрим апай селектей құлапты. Қанша айтқанмен күнде көріп жүрген жүз таныс көрші ғой. Бетін жалап, есін кіргізіп, әйел адамға түнде жалғыз жүрген жарамас деп ауласына дейін шығарып салыпты. Әкемнің мырс етіп күліп жібергенін көріп, көрші апай әдетінше шала қазақша, шала бірдемеше бастырмалата жөнелді. Шөңғали демей, Шөңғали, итің қайда? Байламайсың қайда? Жүрегім ұшты қайда? Өле жаздадым қайда? Итің бетімді жалады қайда? Шелектерді әпер қайда? Құдайы көрші ғой. Әкемі шелектерді толтырып көмір салып, көрші апайдың қолына ұстатты. Түндегі адал қызметінің бұлай жалғасқанын көрген төбет иесіне бір қарап, көрші апайға бір өріп, түкке түсінбесе керек. Ағаш жонудың шебері ғой әкеміз. Жұмыстан келісімен балта шапқысын алып, жіңішке ағаштардан жонып, кертіп, бір-біріне қиыстырып, шегелеп қағып, қара төбетіміздің бойынан сәл асатындай қоршау қақпа жасап қойды. Оған ұсақ түйек жиналатын қораның сөресінде есінеп жатқан қара құлып ілінді. Әкем өз-өзіне риза. Әкемнің шеберлігін көріп, мамам риза. Енді аулаға жаңа жауған қардың сәнін ешқандай қара із бүлдірмейді. Оның есесіне. Таңғы 6-да аулаға шыққан әкем көрші ауладан шыққан. Кәрім апайдың ащы даусы күтіп алды. Шөңғали деме, ей, Шөңғали! Қақпа қойдың қайда? Айтпадың қайда? Пәлтөмді жыртты қайда? Жерси пәлтө қайда? Наным кетті қайда? Атам қайда? Күлме қайда? Пәлтөм жыртты қайда? Әкем күле жүріп көмір қора жаққа барса, кешегі жасақ қойған аласа қақпа қоршау ағаштардың бірінің үстінде желбіреп тұрған көрші апайдың пәлтөсінің етегін көреді. Келген жанға кімсің деп қарамастан қара төбетіміз мызғымастан жата берсе керек. Шаруаны енді қақпа қоршау ағаштары тындырыпты. Екі шелек үйреншікті орында тұр, мізбақпай. Іштері бос. Онсыз да кетік күрек жартылай сынып жатыр жерде. Қанша айтқанмен бәлен жыл іргелес болған, алаған болғанымен жау шапты деп аттанатындай анау-мынау жатқылықтар жоқ көрші ғой. Әкем шелектерге көмірді толтыра салып, Кәрим апайдың ауласына қойды. Пәлтөм төлейсің қайда? Жерси пәлтөм қайда? 20 жыл болды қайда? Ықылық ата күлген әкеміз малақайын басына қисайта киіп, дипломатиялық ұсыныс жасайды. Өй әкең, көмірді төгіп шелектердің бәрін әпкел, тағы салып берейін. Көмір шелектер екі аула арасында әрлі-берлі жүгіріскеннен кейін пәлтө дауы шешілді.
әттең өмірдің заңы ғой. Ауылды, ауланы, 40 жылдай сырына да, жырына да қанық көршілерді қимаса да, дәм бұйырты басқа ауданда тұратын апайым қолына көшіріп алды кәрі шешемізді. Біз көшіп бара жатқанда әкемнің азан шақырып қойған Үсенғали атын қашанды Шөнғали деп айтайтын Кәрім апай қатты сырқаттандарына қарамасқан, таяғына сүйеніп, аяқтарын әреңдеп басып келіп, қақпаға кіруге шамасы келмей, иектері кемсемдеп, жолдарың болсынды айтып шығарып салды. Қылықтары қабақшыт қызардай болса да, уақыт өте келе күліп, еске ағызатындай көршілерің болғаны жақсақ. Көршілерің заман жүрсін. Авторы Бақыт Байтыбаева, оқыған Лаура Қосыбаева. Мәлімет Абай КЗ порталынан алынды.